Сәлем достар, бүгін біз духовкада картошка дайындаймыз. Балалардың сүйікті асы. Бізге керек картошка, приправа для картошки, чеснок, тұз, сұйық май. Картошкамызды осылай жақсылап тураймыз. Чесногымызды теркадан терететіп, осылай саламыз. Содан соң тұзымызды саламыз. Дәміне қартай приправамызды саламыз. Сұйық майымызды 5-6 қасық сұйық май қосамыз. Барлығын қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырғаннан кейін духовкада 180 градуста 30-40 минут сарғайғанша дейін пісіріп аламыз. Көргендеріңізге рахмет. Лайк баса, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қойыңыздар.